Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге панкейктің ең күшті рецебін ұсынамын. Бірінші жасағаннан сәтті шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қажетті ингредиенттерді видеоның описаниясына қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды қосамыз. 2 жұмыртқа қолдансаңыздар болады. Менде жұмыртқа кішірек болғандықтан 3-ін қолдандым. Шамамен 6-7 ас қасықтай қантымызды салып аламыз, және де осы массамызды бір келкі болғанға дейін миксерлейміз. Миксердің орнына венчикті де қолдансаңыздар болады. Ең бастысы бір келкі етіп араластыру керек. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің арнамнан түрлі тәттілердің, салаттардың рецебін таба аласыздар, және де болашақта өте оңай жеңіл рецептермен бөлісетін боламын. Ендігі кезекте осы массамызға бөлме температурасындағы сүтімізді құйып аламыз, және де сұйық майымызды қосамыз. Менде күнбағыс майы, шамамен 6 қасықтай күнбағыс майын қосамыз. Массамызды қайта миксерлеп аламыз. Миксерлеп алғаннан кейін илегіштен өткізе отыра ұнымызды қосамыз, және де 2 шай қасық қамыр қопсытқышын қосатын боламыз. Шамамен 350 грамдай ұн қосамыз. Қамырдың қоюлығына қараңыз, бізде қою қаймақ тәріздес консистенция шығуы керек. Сәл көп ұн қосуыңыз мүмкін, сәл азырақ қосуыңыз да мүмкін. Ұнымыз бен қамыр қопсытқышты қосып алғаннан кейін миксерді бірден қоспай осылай қолмен араластырып аламыз. Кішкене араласқаннан кейін ғана миксерді қосып, бір келкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Массамызды толық миксерлеп болғаннан кейін силиконды күрекшемен осылай бір рет араластырып шықтым. Толығымен жан жағындағы массамыздың барлығы бір келкі араласуы үшін. Енді қызып тұрған табамызға азғана массамызды құйып пісіреміз. Бетіне осылай көпіршіктер пайда болған кезде екінші жағына ауыстырамыз. Отымыздың асты қатты болмау керек, және де қатты жай болмауы да керек. Орташа отта пісіреміз. Біздің панкейктерімізді толығымен пісіріп аламыз. Мен панкейктерді жұмсақ карамельмен ұсындым. Өздеріңіздің қалауларыңызбен, қалаған тәттілеріңізбен ұсынсаңыздар болады. Панкейктеріміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Таңғы асқа дейін өте керемет үйлеседі. Сіздермен бірге болған Мадина.